Абайтану 9 сынып. Сабақтың тақырыбы Мұхтар Әуезовтің Абай мұрасын таныту жұмыстары. Абай мұрасының бірегей бірлігі академик Мұхтар Әуезовтің Абайды танудың ортасын, еңбектердің әр алуан сипаттарын өз шамасынша көпшілікке мәлімдеп отырған үлкенді кішілі танытқыш сөздерді еске алуымыз керек деген пікіріне сай, Абай дәуірінде-ақ баспасөзде жарияланған кейбір өлеңдері мен ол туралы азын-аулақ деректердің ақын мұрасын таныту мен бағалауда елеулі мәні барлығы арнайы сөз етуді керек етеді. Қазақ халқының ғажайып ұлы Мұхтар Әуезов Абай жайында өзінің роман-эпопеясында ыстық ілтипатпен, тамаша шеберлікпен баяндады. Міне содан бері Абай даңқы біздің елімізге, одан тыс жерлерге бұрынғысынан да кең тарап кетті. Сөйтіп ол жайындағы өмір әңгіме батыс пен шығысты шарлауға шықты деп көрнекті ғалым Мұхамедхановтың жазғанындай, Абай даңқының жазылуына бірден бір себеп болған Абай жолы романы болып табылады. Оқушылар, сіздерге тапсырма. Кітабымыздың 132 бетіндегі 4-5 тапсырмаларды орындаңыз.